Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шымкент қаласы мәдениет басқармасының лауазымды тұлғалары аса ірі көлемде пара беруге әрекет жасады деген күдікпен ұсталды. Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтік агенттікпен бірге Шымкент қаласының мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының лауазымды тұлғаларын әшкереледі. Олар мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі тоқтатқан үшін 80 миллион теңге сомасында аса ірі мөлшерде пара беруге әрекет жасады деп күдікке ілініп отыр. Бұл ресми ақпарат. Шымкенттегі былық ашылып жатыр. Бұл масқара. Бұл басқарма сондай-ақ Майғазиев директорлық ететін мәдениет үйіне тікелей басшылық етеді дейді Демпартия жетекшісі Жанболат Мамай жазба қалдырып. Әнші әрі шенеунік Сәкен Майғазиев Демпартия мүшесі Аружан Дүйсебаеваның үстінен жазған арызын қайтарамын деп мәлімдеген болатын. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылым дей отырып, антикордың қағазын көлбеңдетіп отыр. Осы қағазды күттім депті. Бұл қағаздың Аружанға қандай қатысы бар? Алғашқыда менен кешірім сұрасын деп, қазір кешірім керек емес дей қалыпты. Өзінің анасын да ортаға салып алаңдадым деп отыр. Біздің айтпағымыз Сәкенге бірді бастап екіншіге кетпей бюджеттің ақшасын қайда жібергенін түсіндірсін. Аружанның айтқанында сол емес пе? Қаржы қайда, қалай жұмсалды, неге жауап жоқ? Антикордың іс қозғалған жоқ деген ақтауы керек емес. Себебі бұл бүгінгі күннің жауабы, ал ертең қозғалмасына кепілдік бар ма? Сосын бұл органға халықта еш сенім жоқ. Антикор адал болса, қазір елде шенеунік атаулы қалмас еді. Бұл орган саяси тапсырыспен жұмыс жасайтыны баршаға белгілі деп санаймын. Егер Сәкендер тыныш ұйықтағысы келсе, ел қазынасына қол сұқпай, бюджетті тонамай адал болсын. Біздіңше Майғазиевтің арызын қайтып алуының себебі оның кеңдігінде емес, елден қатты таяқ жегенде. Әйтпесе бір Аружанның үстінен ол 3 бірдей арыз жазған. Сондықтан оның кері шегінуі халықтың наразылығынан қорыққаны. Жемқорлар бізден құтыла алмайды. Біз бәрібір оларды әшкерелейміз. Бұл желіге қалдырған Жанболат Мамайдың жазбасы болатын. Қалай ойлайсыз, расында танымал әншінің аталған іске қатысы бар болуы мүмкін бе? Сіздің пікіріңіз қандай? Төмендегі комментарийге өз ойыңызды, пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.